Ауылға үйренген ауылда қалқым келеді. Мен қаланы онша ұната қоймаймын. Қазір бірінші бие байлаймыз. 1-2 сағатта піседі. Эмоциямыз өте әсерлі. Сәлем достар, ұлттық құрылтайда біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев кемелұлы айтқандай, адал азамат, адал еңбек, адал табыс тауып жүрген жандарды насихаттау барысында біз бүгін Қостанай облысы Қазақстан халқы ассамблеясы Әбу Сыздық ауылына ат басын тіредік. Бұл ауылда Аманжоловтар отбасы тұрады, өте керемет отбасы. Шаңырақ иесі ол әрине біздің Талғат ағамыз бен Жұлдыз жеңгеміз қазіргі таңда 7 баланы тәрбиелеп отыр. Және де осы ата-бабадан қалған кәсіпті дөңгелетіп, осы біздің адал азаматтарды тәрбиелеп отқан жайлары бар. Сағат бізде қазір таңғы 6. Мына жақта Талғат мырза сонау қырдан малдарды айдап алып келе жатыр, сиырларды. Қазір енді сиыр сауып, ары қарай сүт тартып, сүттен қаймақ шығарып, қаймақтан май шығарып, оны сосын адал еңбегімен жасап, адал ақшасын тауып, керемет кәсіпке жарататын болады. Қарасаңыздар, саламалейкум. Бүгінгі біздің бас кейіпкеріміз ол әрине Талғат мырза. Талғат мырза, ассалаумағалейкум. Өксем қалайсыздар? Шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы шүкірміз. Қалайсыз? Не істеп жатсыздар? Бір-екі айтып жүрсеңіз, малды айдап алып келесіз. Иә, таңғы енді жайылымнан келеді ғой. Соны енді қазір сауға дайындап жатырмыз. Дұрыс. Енді шамамен қанша қара бас бар? Өзімде ме 30 шақты басы бар. 30 шақты бас бар. Енді мына жақта аналық 15 бас, 13-15 бас бар аналық. 15 бас аналық бар, иә. Ана жақта енді біздің төрт түлік тоже қойлар, иә. Иә, қойларымыз бар. Ал бұнда енді қанша бас қойыңыз бар? 150 бас бар ғой. 150 бас қой бар. Жалпы енді осы кәсіп неден басталды, қалай басталды, осыны айтып жіберсеңіз. Бұл енді менің әкемнен қалған не ғой, мұра. Соны енді жалғау ғой бізді. Президентіміз айтқандай, адал азамат, адал кәсіп жасап, адал табыс жүрген жандардың бірісіз. Өте керемет. Енді бізде осы сонау сізге келіп, сізбен сұхбаттасайық, сөйлесейік, басқаларға сіздің осы адал жолыңыз үлгі болсын деген ниетте келіп отқан жайымыз бар. Өте керемет, енді жаңа көріп отырмыз. Осы кәсіптің арқасында балаларды оқытып жатырсыз. Оқытып жатыр. Осы күнкөрісіміз да біздің осы енді. Қалаға барып тұрғыңыз келмей ме? Келмейді, енді ауылға үйренген ауылда қалқым келеді. Дұрыс, күшті. Қазір енді барша процессті көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бас кейіпкерлеріміздің бірі біздің Жұлдыз жеңгеміз. Жалпы Жұлдыз жеңге қазір қайда баратыр? Сиыр сауамыз бүгін ең бірінші сағат 5:30-нан тұрамыз. Содан күніміз бірінші сиыр саудан басталады. Дұрыс. Сиыр сауып боласыз, сосын сүт тартасыз. Иә, сиыр сауып алам. 10 сиырым бар, соны сиырым сауам. Оған дейін отағасы жылқыны айдап алып келеді. Ол жылқыны байлаймыз. Сосын сағат сайын сағат 5-ке дейін бие сауамыз. Сол арасында май бұлғау, құрт жаю, көп ұстау деген сияқты сонымен қазірде. Дұрыс. Сен жаңа ағама да сұрақ қойып жатырмын. Жоқ болса, кей кезде бір бәрін ұстап қалаға кетіп қалғыңыз келе ме? Жоқ, мен қаланы онша ұната қоймаймын. Жай 1-2 күнге демалуға болмаса, тұра аламын деп ойламаймын қаланы. Жоқ, осындай неге үйреніп қалдыңыз ба ауылға? Күшті ғой негізі бірақ. Иә, ең бірінші келін болып түскеннен осы ата-енемнің қолында болдым ғой. Оны қалаға бару деген таза ойымда келмейді. Қанша жыл болды осы әулетте келін болғаныңызға? 13 жыл болды биыл. 13 жыл болды ба? 13 жылда Құдайға берген 7 құрсағыңыз бар, иә. Процесс басталды, бірінші қазір әне кетті. Қандай дауысты айтсай, дауысты. Сонда күніне 10 сиыр сауасыз, иә? Иә, 10 сиыр сауам. Қанша литр сүт аласыз сонда? Енді сиырларым ондай керемет сүт сиыр емес. Қазақ сиырлар ғой. Таңертең 30 литр, кешке 30 литр сүт алам. Ауыл болғаннан кейін ойлы-қырлы жерлер болады. Сондықтан да сол жерлерде өту енді жол талғамайтын біздің Нива машинамыз, Талғат ағамыз осы машинаның иесі. Ал бізде жүріп көріп. Әне. Айтқа. Сонда бұны қосасыз ғой қазір, бүкіл ауылдың қойларымен бірге. Кезекке, иә. Бұлай шығарып қоям қазір. Сосын өздері жинайды жерге, кезекке адам шығып бағады. Осы ауылдың, иә, бүкіл қойлар, иә? Ауыл, иә. 9 үй ма, қанша дедіңіз? 9 үй, біз жерде 2 үйдің қойы ғой бағағамыз екенбіз. Көрші сол екеуміз бөлек бағамыз. Алады. Екі-екіден бөліп бағады. 2 адамнан.
күнкөріс қой енді бұл бала шағаның нәпақасы. Дұрыс адал еңбектесіз ғой. Достар, біз қазір ғана қой басынан қазан ошақтың қасына келіп жеттік. Жұлдыз жеңгеміз өздеріңіз көріп отқандай қазанға етін салып асып жатыр. Жұлдыз жеңге, күнделікті қарбалас тіршілікте осындай қазан ошақтың басында жүрсіз. Қазір неге дайындалып жатсыз? Бүгін бізде қымыз мұрындық бие байлағаннан кейін бүкіл осы ауылды шақырып құран оқытамыз аққа, қымызға. Соған дайындық, қазір ет асылып жатыр. Достар, міне өздеріңіз көріп отқандарыңыздай, мына жақта міне самауыр қайнап жатыр. Яғни бұл шоқ самаурын кәдімгідей бір әулеттің көне заттарының бірі. Осы арқылы міне келген қонақтар ыстық шай ішіп, міне дәм татқан кезде шөлдеген басып жатады. Қазір біз ең жақсы көретін тағамның бірі, мен өзім жақсы көретін құрт, яғни құрт істеу процесін көрсететін боламыз. Бұл жерде жаңағы Жұлдыз жеңгеміздің абысыны Шолпан әпкейдің құрт қалай істеп жатқанын сіздерге көрсететін боламыз. Сәлеметсіз ба? Қайырлы таң. Қалайсыз, Шолпан әпке? Яғни сіз бүгінгі күні Жұлдыз әпкеміздің абысыны боласыз, үлкен абысыны, иә? Қазіргі мынау құрт процесс жасау айтып кетсеңіз жалпы, іріткіден жалпы осы. Іріткіден осы сиырдың сүтін сауғаннан кейін оны жаңа қаймағын өткізіп, соны қалған сүті ғой, соны ірітіп бірінші, содан кейін барып оны сүзіп, осы сүзгеннен кейінгі несі осындай болады. Осыдан құрт жасаймыз, тұз қосып. Бір құртты біз қалада 2-3 теңге сатып аламыз. Көрдіңіздер ғой. Қалада тұрғанда өзіміз аңсап жақсы көретін осындай құртты сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Яғни мына бір шара іріткіден құрт 200 шақты құрт істеледі бір сәтте. Ол 200 шақты құрт арнайы кептіріледі, әпкеміз айтуы бойынша. Яғни күнделікті таңмен талас осылай істейсіздер ғой, иә? Таң бар, әйтеуір кеш бар, қай уақыт мезгілі болады, сол кезде істейміз. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына қапшыққа салынған кәдімгі ірткі. Осы ірткіні жаңағы әпкеміз жаңағындай құрт істеген болатын. Сол істеген құрттары міне мына жерге арнайы қазіргі мынандай сеткілерге салып, мынандай кептіріп жатыр міне. Көрдіңіздер ғой? Құрт деген міне осылай болады. Ас болсын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қазір міне марқа келе жатыр. Міне осыны қазір біз кешкі асқа соятын боламыз. Негізі бие байлау процесі өте оңай емес. Мына көрдіңіздер, бір емес, үш ағамыз жүр. Бұл процестің ерекшелігі бірінші құлынды ұстап алады, сосын құлынды осылай байлап қояды да, және де өзінің енесі дейді ме, енесі деп айтқан дұрыс па, енесі келіп өзі жақындайды, сол кезде ақырындап үлкен биені байлайды да, сосын салып бастайды. Негізі қызық процесс па. Достар, қазір біз міне Жұлдыз әпкеміздің, жеңгеміздің анасы міне бүгінгі шара келіп қол ұшын көмек беріп жатыр. Бүгінгі қымыз мұрындықта өздеріңіз ас дайындап жатсыздар. Жаңағы жас малдың еті айтып кетсеңіз жалпы. Иә, мынау жаңа сойылған жас малдың еті қымыз мұрындыққа арнап сойылған. Енді соны асып жатырмыз. Бұл 1-2 сағатта піседі, Алла амандығын берсе. Сағат 12-ге деп кісілеріміз шақырып жатырмыз. Бұл жалпы жаңа сүретпен араласып тұр ішінде. Сүретіміз бір қайнады, сүретіміз бір қайнағаннан кейін, жылқының еті ғой сүрет. Бір қайнағаннан кейін барып, осы қойдың етін салып жатырмыз. Жалпы бір қойдың еті қаншадан қосып қонақ күткенде? Бір қойдың етінен енді 2 жіліктен салғанда 12 жілік 6 табақ ет болады ғой. 6 табақ етке енді 8-9-дан отырғанда 40-50 адамға жететін ет қой. Ас адамның арқауы дейді, достар, асымыз дәмді болсын. Жалпы қазақта шаңырақ деген ол үлкен ұғым, ол бірлікті, достықты, ынтымақтастық белгісі ғой. Сондықтан көріп тұрғаныңыздай бүкіл жаңа Талғат ағамның ағайын туыс бауырлары болып осына керемет кигіз үй құрып жатырмыз. Бұл деген осы ауылда қазақтылықтың иіс шығатынының белгісі. Осында міне әулет бір-біріне көмектесіп, бір-біріне жанашыр болып жүрген ниет көріп тұрмыз. Сондықтан да әр қазақтың шаңырағы биік болсын, барлықтарымыз бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқаннан кейін еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, шаңырағымыз биікте бола берсін.
Жұлдыз жеңгей, енді жылдағы дәстүр бойынша жаңағы қымыз мұрындық деп жатсыз. Енді ата дәстүрін жалғап, бүгін бие байлап жатсыздар ғой. Биылға қанша бие байлап жатсыздар? Және қанша өнім аласыздар? Қазір 8 бие байлап жатырмыз. Жаңадан үйретіп жатырмыз. Сағат сайын ғой енді. Таңертең мына 8-де байладық, иә? Содан кешкі 5-ке дейін сауамыз сағат сайын. Жалпы күніне қанша литр өнім аласыздар? Әртүрлі енді биелер өзінің мінезі бар ғой, кейде мінезіне байланысты сүт бермей қалады, кейде әдемі иіп бере қояды, кейде 40, кейде 35 сөйтіп аламыз. Қымызыңыз бар, айраныңыз бар, жалпы май өнімдер бар. Сұраныстың көбісі сіздерге Астана, Қостанай, Арқалықтан келіп жатады, жаңағы естіп жатсақ. Жалпы былтырғы сұраныс пен биылғы сұраныс қамту қанша көлемде жоспарлап отырсыздар? Енді білмеймін, Құдай біледі ғой, бірақ өте көп. Былтырға мысалы өзі әрқашан үйреніп қалған өзіміздің тұтынушыларымыз бар ғой. Тек қана сенікін алам деп отыратын, сол майға да. Білмеймін, енді бұйырғанын көреміз. Өзіңіздің тұрақты клиенттеріңіз бар, тапсырыс беріп қояды, бір сөзбен айтқанда. Иә, тиыннан теңге құрап осымен нәпақаларыңызды тауып жатсыздар ғой, бұны үлкен бір еңбектің бірі деп ойлаймыз. Енді бүгінгі сөзімізге тұздық болсын, жалпы осы бие байлауды екінің бірі біле бермейді. Қазіргі қыз келіншектерге, артыңыздан ерген сіңілдеріңізге өзіңіздің алғашқы бір қызықты осы бие байлауда, сауудағы бір өзіңіздің бір естелігіңізді айтып кетсеңіз. Иә, мен негіз біздің өзіміздің үйімізде ондай бие байлап мамамыз олай жасаған жоқ. Ондай көрген жоқпыз. Мен негізі қатты қорқатынмын жылқы малынан. Қатты қорқатынмын. Өзім мектепте жұмыс істедім ғой, мұғалім болып. Содан келе жатқанда жолда бір бос не бар, здание бар. Соның ішінде жылқылар ыстықтан қорғанып тұрады. Содан келе жатқанда мен дем алмай өтем жаңа жерден. Қорқам өйткені мен жылқыдан. Мен келе жатқанда атып шығып мен басып кететін сияқты. Бірақ енді Құдайдың жазуымен сондай үлкен табын жылқысы бар отбасыға келін болдым. Содан маған бірақ ешкім бие сау деп айтқан жоқ. Енді ол оңай шаруа емес қой. Жылқы деген өзі мінезді, бірде былай болып тұрады. Содан маған бие сау деп айтқан жоқ. Бірақ осы ауылдың келіншектерін көрдім да, ойладым, неге мен де саумасқа? Сауайын, мен қолымнан келетін шығар деп. Содан бірден 12 биені әкеп байлады. Негізі бұрын сауылған ғой, артынан енеміз ауырғаннан кейін сауылмай кеткен. Соны әкеп байлап, сосын сауып, жаңағы шелекті қайда қоятынын білмеймін ғой, ең бір шәкпегенде. Бүкіл осы ауылдың жас келін қызық қой, бәрі албардың жан-жағынан тесіктен қарап тұр, осы қалай сауады екен дегендей. Содан шелекті қайда қоярымды білмеймін. Артынан қорқайын, мен масқара осыны әкете алмайды шығарым деп. Содан енем кеп үйретті, соны ары қарата үйреніп кеттім. Жұлдыз жеңгей, жаңа ғана осы бие сауып келіп отырсыз. Енді мынау қолыңыздағы мынау күбі, тобылғы, мынау піспек дейміз, өзіміздің ата дәстүрімізден қалған. Жалпы осы туралы айтып кетсеңіз, жалпы осының процесі қалай болады? Бұл енді мынау өзі қайыңнан жасалған күбі. Бұл мен енем ұстаған, енемнің енесі ұстаған. Біздің отбасы үшін құнды жәдігер. Бұны жуамыз ыстық сумен. Содан кейін қаймақпен майлаймыз. Қаймақпен, иә? Иә, қаймақпен. Достар, өздеріңіз көріп отырсыздар, қаймақпен кәдімгідей ұстайды екен. Оны майлап кәдімгідей. Сосын мынадай тобылғы бар. Көріп тұрсыздар. Міне самауырдың ішінде қазір ғана осы тобылғымен ұстайсыз, иә? Ана қатты түтін болу керек. Қазір ғана мұнда осы жаңағы тобылғыны салды, яғни түтіні қою болу керек. Сондай-ақ күбіні ұстаған кезде жаңағы ысы ісіне сыну керек. Иә. Жалпы бұл процесс неше минут уақыт алады? Енді білмеймін, көп болса бір 5 минут қой әрі кетсе. 5 минут, иә? Көріп тұрсыздар, өте бір қызық дүние. Кәдімгі самауырға түтіні будақтап ішіне сіңіп жатыр. Бұл енді тобылғаға ұстау деп айтады. Бұл арқылы қымыздың дәмі ерекше болады. Иә, қымыздың баптауының ең бір несі осы күбіні таза ұстау, сосын пісу ғой, әдемі. Яғни өзіңіздің енеңіздің айтуы бойынша күбі таза болу керек, үйреткенде. Иә, күбі таза болып жуылады, одан кейін кептіреміз, сосын жаңағыдай майлап ұстаймыз.
тобылғының иісі мына бетін былай арнайы таза сүлгімен жауып қояды екен, яғни жаңағы иіс ішіне сіңу қажет екен. Содан кейін жалпы мынау қымызды піспекпен неше рет? Біз енді қазір көбісі аппаратпен піседі ғой, біз қолмен пісеміз. Кемінде 5000 болу керек. Иә, біздің балалар піседі, тәкең піседі. Жалпы мынау күбіге қанша литр қымыз кетеді, тағы бір сұрақ? Бұған 2 шелек сүт кетеді ғой, 20 литр. 20 литр. Жақсы. Осы Жұлдыз жеңгеміздің бір ісіне куә болып отырмыз, яғни шебердің қолы ортақ дейді. Осы Жұлдыз жеңгеміз түрлі жіптерден мынандай аяқ киім, яғни тоқиды екен. Жалпы бұны қалай үйрендіңіз, тоқып жатқандарыңыз, және де өнімдерді қайдан аласыз? Осылай айтып кетсеңіз. Бұны неден бір Инстаграмнан көріп қалдым да, Шырын деген қыздың тоқып жүрген. Сосын қызығып, жаңағы сол қыздан курс сатып алдым. Сосын ол бәрін көрсетті, жаңағы мынау жіптерді, моншақты қайдан алатын. Өзі сол несін берді, визиткасын. Сол арқылы Астанадан алғызып тұрам. Бос уақытымда сосын тоқимын. Яғни бос уақытыңызда өзіңіз хобби ретінде тоқып, өзіңізге жақсы бір әсер аласыз. Иә, жақсы көремін тоқыма тоққан. Негізі бұрын ұстап көрмеген крючок дегенді. Мынандай аяқ киім тоқуға болады. Өзім де соған өте қатты қызықтым. Мына енді жартылап болып қалғам. Бүгінде сіз тоқыған өнімдерді қазір сатылымға шығарып жатсыз? Шығарып жүрмін, иә. Заказ қабылдаймын. Тоқып берші деген кісілерге тоқып беремін. Жақсы, ісіңізге сәттілік, ісіңізге береке болсын. Сондай-ақ үйде де өзіңіздің тағы да бос уақытыңызда әдемі гүлдер егіп жатыр екенсіз. Иә, гүл еккен. Иә, жақсы көремін гүл отырғызғанды. Таңертең ұйықтан тұрғаннан кейін бірден осыларға керем. Бір гүл шықты мекен, басқа бір жапырақ шықты мекен деп гүл отырғызғанды өте қатты жақсы көремін. Барған жерден гүл міндетті түрде алып кетем, көрсем. Иә, гүл үйге әдемі ауа, әдемі әсер сыйлап келген қонақтардың көзінің көз айналуы. Достар, қазір біз міне шаңыраққа келіп жеттік. Қазақтың дәстүрі бойынша міне қазір ет дастархан дайындалып жатыр. Нанды тұрып жатыр. Кәдімгі Жұлдыз жеңгеміздің абысыны Бибігүл ханым, айтып кетсеңіз, жалпы ет нанын қолданысып жатсыздар, жалпы абысына ажын болып әрдайым көмек беріп жатасыздар. Иә, бүгінге осы шаңырақта қымыз мұрындық беріледі дегеннен кейін бәріміз жиналып осы шаңырақтамыз. Өлі риза болмай тірі баймайды дейді ғой, осы ақтың алдында әруақтарға құран оқытамыз деп соған жиналып жатқан жайымыз бар. Қазір біз енді қымыз мұрындық деп жатырмыз ғой. Қымыз мұрындыққа енді қыстан қалған соғымымыздан мына бастабағымызға омыртқамызды саламыз. Қыста мал сойған кезде көтендерін малдың қойып қоямыз, осы күнге арнап, осы күнге саламыз. Сосын көтен деген не? Көтенімізді саламыз. Қазы қартасы, шұжығы, барлығы дерлік бастабақта болады. Достар, жаңа Жұлдыз жеңгеміздің айтуы бойынша бастабаққа жалпы Амангелді ауданы Торғай жағында барлығы дерлік мүшелеп салынады екен, турап емес. Жалпы айтып кетсең, қандай табақ деген сияқты? Мынау енді бастабақ, жаңа үлкен бұл табақта аталарымыз отыр, қайнағаларымыз отыр, бастабақ. Мынау енді ауылымыздың келіншектері. Келіншектері мынау ауылдың жас жігіттердің табағы. Қазақтың ежелден келе жатқан қолға су құю деген дәстүрі. Мұны негізі салт бойынша сол шаңырақтағы ең жас бала құяды. 13 мүшел жасқа толған, кәмелетке жасқа жете қоймаған жастар құяды. Үлкен кісілерден бат алу дәстүрі бұл бірінші. Бақытты ғұмырлы өмір жасың ұзақ болсын.
өсе берсін, әулетің тасай берсін, дәулетің. Еш жамандық болмасын, дастарханың қуаныш тойға келсін. Сиротал мустахим, сироталлазина анхамту ғалайхим. Алладан салават, пайғамбардан шапағат бар. Оқыған Құран өздеріне бағышталып, берген дұғасын қабыл етіп, артта қалған үрін бұтақ бала шағаларына Алла тағала ұзақ ғұмыр берекесін берсін. Әмин. Достар, біз бүгінгі міне қымыз мұрындықтың соңғы этабына келіп жеттік. Міне Жұлдыз жеңгеміз қазір уақытта келген қонақтарға, шаңыраққа қымыз ұсынатын болады. Міне қасында абысыны Шолпан әпкеміз көмек беріп жатыр. Жалпы айтып кетсеңіз қазір қымыз мұрындықтың негізгі. Қымыз мұрындық енді осы бие байлағаннан кейін бірінші Құран оқытамыз. Сол неге өз әулеттің үлкендері, көрші көлем, солар жиналады. Жалпы ауылдың қазіргі тыныс тіршілігі, бірлігі жалпы қалай? Ауылда кілең енді қазір отырған жастар. Иә, бәріне де ризамыз. Бәрі де сол өздерінің аталарынан қалған шаңырақтарына ие болып отыр. Ауылда енді өздеріңіз білесіздер, тек қана осы жастардың арқасында мал басын көбейтіп, сол малдың басын көбейтудің үстінде. Ал енді бұл ауылда негізі әуелде қазақша аты Ақсай деп аталған ауыл. Одан кейін колхоз ұйымдастырды. Ол енді қай жылдар екенін біле қоймаймын. Ол колхозды Чкалов колхозы деп атап кетті. Еліміз егемендік алғаннан кейін жаңағы орысша атауды ауыстыру керек болды. Осы жерде осы коммунизм жолы совхоз Амангелді ауданы бойынша жалпы 15-16 сол кездегі еңбеккерлер социалистік еңбеккер атағын алған. Соның біреуі осы ауылда Сыздық Бәуе деген кісі болды. Шопан болған. Ол кісінің көрсеткіштері жақсы болып, сол 48 жылы ол кісі социалистік еңбеккер атағын алған. Осы жаңағы атауды сол Әбу Сыздық ауылы деп атады. Ал енді қазір енді сол кісілердің ұрпақтары отырған үш жерде. Бірліктері жарасқан, ұйымшылдықтары бар, сосын қазақы дәстүрге жақын. Жалпы өзіңіздің тілегіңіз айтар? Енді тілек осы жастар осы береке бірлігінен ажырамаса болды. Береке болған жерде енді бірінші Құдайды ауыз қаламыз ғой, Құдай бастарына амандық берсе, береке бірлік болады. Өйткені бәрі де тәрбиелі отбасынан шыққан жастар. Береке болған жерде балалардың бірлігі болады. Бұлардан ешқандай бір-біріне деген ашу араздық, реніш дегенді естігенім жоқ күні бүгінге дейін. Менің жасым 70-ге келді. Мен де осы ауылда еңбек еттім біразғандай уақыт. Жаңағы отырған жастардың бәрінің әкелері де, шешелері де осы жерде еңбек еткен. Ол кісілердің бәрі сондай. Сол өздерінің тәрбиелерін осы жастарға беріп кетті. Сол тәрбиенің арқасында келе жатыр жастар. Біз енді бүгінгі басты кейіпкерлеріміз Аманжоловтар отбасындағы Талғат ағамыз бен Жұлдыз жеңгеміздің бүгінгі таңмен таласа жұмыстарына куә болдық. Жұлдыз жеңге, енді өзіңіз сияқты артыңыздан еріп келе жатқан сіңлілеріңізге, абысын, ажын келіндеріңізге қандай ой айтарсыз? Енді негізі қара шаңырақтан қашпау керек. Қара шаңырақтың киесі бар. Мен мысалы ауылда тұрғаным ешқандай өкінбеймін. Таза өнім, табиғи дәмдерімді балаларыма ұсынамын, туыс бауырларыма ұсынамын. Ауылда тұрудан қашпау керек. Жалпы ауыл келіндерін ауылға тұруға шақырасыз. Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз дейді. Осындай шаңған ауылдың түтін тұтқан барша келіндерге, ауылдың тұрғындарына рахмет айтамыз. Талғат аға, жалпы өзіңіз өзіңіз сияқты іні бауырларыңызға, артта еріп келе жатқандарға не айтасыз? Жалпы осындай ауылда отырып шаруашылық дөңгелетіп отырсыз ғой. Қарсаңырақта. Не нәрседен де болса адалын істеу керек екен негізі. Табыс сол адал нәрседен келеді да. Сол не айтамыз, айтатын. Адал жетістікке жетуге болады. Еңбек етсең ерінбей, қарын тояр тіленбей дейді. Осындай кәсіпті нәсіп еткен Аманжоловтар отбасына біз шынайы алғысымызды айтамыз. Және де біздің Қостанай облысы Қазақстан Халық Ассамблеясы атынан сіздерге тобықтай сыйлық бар. Жалпы біздің ассамблея атынан арнайы өздеріңізге арнайы аксессуар дейік па, сіздерге төрлеріңізде тұрсын. Біз жайлы естелік болып сіздерге қабыл алыңыздар. Достар, біз бүгін іс-сапарымыз өз мәресіне жетті.
Байболат, жалпы көңіл күйің қалай? Бүгінгі алған әсерін, біздің бүгінгі іс сапарымыз мынау адал еңбек, адал табыс дейміз ғой. Бүгінгі адал азаматты сен бұл жерден көрдің бе? Негізі ауылға келіп біріншіден бір демалып қалдық, шынымен де бір рухани да байып қаласың, бірақ енді басты келген мақсатымыз адал адам, адал еңбек, адал табыс ғой. Соны мен ойлаймын да. Негізі осы сөз осы ауылда тұратын адамдарға арналған. Тек ауылда тұрып өзің жаңағы адал еңбегімен, адал жаңағы кәсібімен керемет осылай жұмыс жасап елге беріп жатқан қызметтері де көп қой кісілер. Сондықтан да осы қазақ жақсы сөз бар. Ауылдан адам көшсе де адамнан ауыл көшпейді. Сондықтан да бәріміз ауылды сағынамыз. Тек қана осы ауылда емес, енді жалпы Қазақстан бойынша ондай адал еңбек жасап жатқан адамдар көп, бірақ енді оларды көбісі біле бермейді. Сондықтан да құрметті достар, астына комментарий жазып кетіңіздер, қай ауылда адал еңбекпен, адал нәпақа тауып жатқан адамдар бар. Соларға біз де барып осылай елге көрсететін боламыз. Ал бізге жол болсын. Кеттік әбеке. Кеттік. Комментарий жазыңыздар. Кеттік.